Жүректегі мұз 74-ші бөлім. Қалил Нұх пен Мелектің әкесін Сумру атып тастайды. Қалил Сумруды әлі күнге дейін бопсалап, тіпті осы үшін Сумрудың анасын шақырады. Сумрудың анасы өзі атқысы келген. Алайда Сумру артынан еріп келіп, Қалилді қорқытпақ болады. Бірақ бұл қорықпайды. Сумрудың одан сайын намысына тиіп, мен сені кезінде бүйткенмін, мен сені сөйткенмін, қазір сен еркектердің астында жатсың деген секілді намысына тиетін сөздер айтқаннан кейін атып салады. Қалилді атқан соң полиция бөлімшесіне барады. Ал мұнда Джиханның досымын деген Мелекпен кездеседі. Сондағы мақсаты Мелекпен Джиханды ажырастыру. Бірақ Мелек оңайлықпен бас тартпайды. Жек көрсе де амалсыз кездесуге келген. Сумру мен анасы полиция бөліміне келіп, өздерінің кінәларын мойындайды. Бірақ Сумрудың анасы тапаншаны мен аттым, ол менің тапаншам деп, сенің ешқандай жазығың жоқ деп жатыр. Полиция бөлімшесіне тапаншасын тапсырып, біз адам өлтірдік дейді. Таксин мен Нұх екеуі жұмыс барысында сөйлесіп келе жатыр. Нұхтың басында ісігі бар, сол ісігі көз алдында 1-2 минутта болып өтіп шығады. Не болды Нұх дейді. Ештеңе, бәрі жақсы, ештеңе болған жоқ дейді. Алдында милициялар звондап жатыр. Оқиға болды ма? Қандай оқиға болды ма деп сұрады, бірақ ешқандай оқиға тіркелмеген. Біз өлтірдік, шын айтамыз деп. Үйіне жеткен Мелекке анасы Сумру телефон соқты. Біз полиция бөлімшедеміз. Біз бір адамды жарақаттадық дейді. Осы кезде Мелек Джиханға телефон соғып, тез анам полиция бөлімшесінде, тез кел дейді. Полиция Сумру айтқан жерге келеді, бірақ ешқандай да айғақ жоқ, қан ізі жоқ, ешқандай қылмыс болмаған. Тіпті бәрі тап-таза. Барлығы полиция бөлімшесіне жиналған. Мелек, Нұх, Таксин, Джихан, Сумрудың анасы барлығы талқылап жатқан кезде Нұхтың ісігі ұлғайып есінен танып құлайды. Алдында Қалил шынымен де иығынан ғана жарақат алған екен, оны сүртіп жатыр. Тіпті сүртіп жатып, көресіңдер әлде кек аламын дейді. Хикметтің үйіне ұрлана кіріп, тіпті Хикметтің бөлмесіне жетіп алады. Хикмет таңғалып қалады. Сен мұнда қалай жүрсің, қалай кірдің деп. Үндеме дейді. Ал мұнда Нұх өмірмен арпалысып ауруханаға жетті. Барлығы жанында. Қалил болса Хикметтің қасына келіп, ақша қайда деп сұрап жатыр. Осы кезде таксинің адамдары, адвокаттары бұрын қол қойған неге келеді? Бұл ақша, Минамидің ақшасы жанынан ұрлап алған. Инвестиция құямыз деп. Осының бәрі Хикмет екеуі ұйымдастырған. Хикмет екеуі махаббат құрайын деп жатқан кезде полиция емес, таксинің адамдары келеді. Қазір жаным көт деп ақшаны құлттап тығып, еще кілтін қалтасын салып алады ғой Хикмет. Осыдан кейін даладағы адамдар, сіздің атыңыздағы барлық мүлік таксин атына өтті дейді. Сен алмайды, бірақ қағазын көрсетеді. Қағазды көргеннен кейін барып, Хикметтің ашу басына шабады. Бөлмесіне келіп барлық затты қиратады. Бұл қалай болғаны, енді мен не істеймін дейді. Жалғасы бар.